Баршаңызға сәлем. Менің ең жиі жасайтын өйткені балалардың ең сүйікті торты Пупи пай тортының рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы да оңай әрі сәтті шығатын рецепт. Қажетті құрамы мен мөлшерін төменге описанияға жазып қоямын. Ең алдымен бисквитін дайындап алайық. Ол үшін бөлме температурасында еріген сары май мен Қазақстан шоколадын су ваннасында ерітіп алуымыз қажет болады. Шоколадты осылай бөліп қосамыз. Бөлек ыдыста суды қайнатып, шоколад пен сары майды осы су буында ерітіп аламыз. Араластырып отырамыз, толық ерігенше ұстаймыз. Осылай толық еріп, біркелкі болған кезде оттан аламыз. Бірінші осы шоколадты массаны ерітіп дайындап аламыз, суытып қойып қоямыз. Оға дейін жұмыртқа мен қантты жақсылап көпіргенше миксерлейтін боламыз. Үлкен 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Егер де жұмыртқа кішірек болса, 5 данасын қосқан дұрыс. Жұмыртқаны жарып саламыз, үстіне қантты салып, жақсылап көпіргенше көлемін ұлғайтқанша миксерлейміз. Осындай аппақ пена болып көпіруі қажет. Шамамен 3-4 минуттай миксерлейміз. Үстіне жаңағы ерітілген шоколадты массаны қосып араластырамыз. ұн, какаоны міндетті түрде алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Үстіне разрыхителді қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Енді осы құрғақ ингредиенттерді барлығын бірден салмаймыз, 3 бөлікке бөліп саламыз. Міне бір бөлігін салдым. Енді жақсылап араласқанша миксерлеп аламыз. Барлық бөлігін қосып миксерлеп алдық. Осымен бисквиттің қамыры дайын. Міне осындай болып ағып тұруы қажет. Қамырын құйып пісіру үшін осындай пергамент қағазына шеңбер жасап алуымыз қажет. Диаметрі 24 см болатын форманың көмегімен осылай жасап алуға болады. Немесе домалақ тәрелкенің көмегімен шеңбер сызып алуға болады. Қамырды шамамен 5-6 қасықтан құйып, жаңағы шеңбер бойымен барлық жеріне жеткізіп, қасықпен жазып шығамыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 7-10 минутта пісіріп аламыз. Пісу ұзақтығы ол біздің пешімізге байланысты. Мен 7 минуттан пісіріп аламын. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеруге болады. Қалған корждарды да осылай қайталай отырып пісіріп аламыз. Яғни қамырды теңдей 4-ке бөліп пісіруіміз қажет. Міне осылай 4 коржды 7 минуттан пісіріп алдым. Толық суығаннан кейін артық жандарын кесіп тастаймыз. Ең үстіндегі коржды басқаларынан кішірек етіп кесіп аламын. Өйткені үстінде шоколадты ганажды құйғанда шоколадтар ағып әдемі көріну үшін осылай жасаймын.
Крем дайындаймыз. Майлылығы 33%-дан кем емес сливки қажет, творожный сыр және де қант ұнтағы қажет болады. 500 грамм сливкиді өлшеп аламыз. Сливкиді кремге пайдаланғанда кемі 6-7 сағат холодильникте тұрған болуы қажет. Творожный сырды да өлшеп қосамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Енді қоюланып келе жатқан кезде қант ұнтағын салатын боламыз. Міне креміміз енді қоюлана бастады. Осы кезде қант ұнтағын салып миксерлейміз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Яғни крем формасын жақсы ұстайтын болған кезде миксерді тоқтатамыз. Креміміз осымен дайын. Кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Менде буфифайға арналған насадка жоқ. Кондитерлік қапшықтың өзімен де әдемі шариктер шығаруға болады. Мен торт пісіргенде ең жақсы көретін процесс ол тортты жинау. Ал енді тортты жинауды бастаймыз. Кремді торттың жанына домалақ шариктер жасай отырып айналдыра құйып шығамыз. Әдемі шариктер жасау үшін кремді құйып артқа қарай тартып отырамыз. Қалған кремді ортасына құйып қасықпен тегістейміз. Келесі коржды үстіне қойып, кішкене басамыз. Торт әдемі көріну үшін келесі қатардағы кремнің шариктары да астыңғы қатардағы кремнің шариктерімен бірдей болса, онда торт әдемі көрініп, шоколадты ганашымыз ағып әдемі шығатын болады. Дәл жаңағыдай етіп қайталаймыз. Ең үстіңгі коржды қойып, холодильникке салып қоя тұрамыз. Оған дейін торттың бетіне шоколадты ганаш жасаймыз. Сары май мен шоколадты су буында ерітіп аламыз. Міне осындай болып, біркелкі болып еруі қажет, және толық суғаннан кейін ғана шоколадты ганашты торттың бетіне құюға болады. Ыстықтай құйсақ кремді ерітіп аламыз және де бисквитке сіңіп кетеді. Сондықтан кішкене салқындатып құямыз. Тортты 6-7 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Одан кейін кесіп жеуге беруге болады. Кішкене торт холодильникте тұрып кремі сіңсе, онда біздің бисквиттеріміз жұмсарып, нәзік болады. Міне осымен тортымыз дайын. Қалауымызша әсемдей беруге болады. Мен қарапайым етіп жаңғақ пен персиктің көмегімен осылай етіп әсемдедім. Міне кескен кезде арасы осындай болып шығады. Крем бисквитке сіңіп, бисквит ісінетін болады. Ас болсын!